10 миллион теңге алатын футболшы әділетті ақша алып отыр ма, жоқ па? Тым көп па? Берсе берсін, маған салса 20 миллион теңге берсін. 30 миллионға футболшы алып берсін. Министрден де жоғары тұратын мүдделі тұлғалар бар ма сонда? Жаңа айтып тұрмын, министр Қазақстанда министр деген ештеңе шешпейтін адамдардың қатарынан бар. Жаңа әуежайда кетіп бара жатқан кезде қоқыс жәшігіне тастап, сосын өздерінің паспортымен ұшып кеткен, оның миллион жағдай болды ғой кезінде. Жұмыстарын бақылайды. Стриптиз спорт деген қалай? Мемлекет тіркеген спорт ретінде қаржыландырып отыр. Еще ана айтады қаржыландырып отыр дейм ма? Жарысқа келіңіз дейді, ана жюри болып бар ғой. Біздің ішіп алған жаттықтырушы не болды, жұмыстан кетті ма? Оны құлатқан, фотоға түсірген, ана жерде біздің ұлттық олимпиадалық комитет бар, министрлік бар, жаңа федерациялар бір-бірімен қырылып жүр, қанша төріне барып, қазақтың спорттың басындағылар. Боксшымыз ба, цонның ашылуына барған дедің ба? Қай жақта еді? Осында. Ең қызық айтайын, қазір осы әңгімеден кейін бар, олар ренжіп маған инстаграмда жазады, брат, сен не деп отырсың, анау-мынау деп бар ғой. Қазір қатты бүйтіп айқайлап, дауыр жасап, оны ұлттық құраманың атмосферасын бұзғымыз келіп отқан жоқ, шын айтқанда. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, ардақты ағайын. Нартай Аралбайұлы каналында подкаст. Бүгін біз спорт туралы, спорттағы идеология туралы, ұлттық құндылық туралы, спорт саласында желініп жатқан ақшалар туралы, оны жеп жатқан шенеуніктер туралы айтамыз деп отырмыз. Өйткені айтып жүрген жігіттер біздің студияда Ермұхамед Мәулен және Аслан Қаженов. Қош келдіңіздер. Жағдайларыңыз қалай? Жаймен. Ермұхамед, өткенде бір подкастқа барғанда сіз айттыңыз ғой, ана Қуат Хамидтің сынына қатысты сөйлегенде Барыс хоккей клубы туралы неге айтпайды? Асланға осы сәлемін жолдасаңыздаршы деп. Асланға дерек жіберіп үлгердіңіз бе одан бері? Жоқ, бұл Аслан онсыз да жазып жүрген мәселе ғой, бір жыл болды ғой жазып жатқан. Соны ол неге көрмейді? Ол бәлкім көріп жүр, бірақ әдейі істеп жүрген шығар бәлкім, да? Хоккейдің жанкүйерлеріне қарағанда футболдың жанкүйері бәрібір көп қой, енді футбол нөмір бірінші спорт. Сондықтан ол соған тиіседі, ол хайп жинайтын сияқты болып көрінеді. Егер шынымен жаны ашитын осы Қазақстандағы спортқа бөлініп жатқан қаржылар жан-жаққа кетіп жатыр ау деп қанжылып, осы елдің азаматы, патриоты ретінде сөйлегісі келетін болса, мен неше түрлі ақпараттар беремін. Мына Аслан Қаженов деген жігіт бар, солардың жазғандарын оқысаң, соларға көмектес, соларға сен спортшы ретінде сын пікір айтсаң, біз сені тек қана қолдаймыз деп отырмыз. Онда тұрған ештеңе жоқ. Бірақ енді анау жоқ жерден ұлттық құраманың көп ақша жеді, бүйтті сөйтті, сен отсаң да жақпайтын болдық қой қазір. Бұл ауызға дейін кетті ғой кеше соңғысында. Иә, енді бұл дұрыс емес. Енді өзіміздің қазақ бауырымыз, өзіміздің ортамызда жүрген бір тентегіміз шығар енді деп қарап отырмыз. Бірақ енді бүйте берсе, бұл кейде артық кетіп жатса, өзінде де жаман ғой бір жағынан. Халық кеше мына жанкүйерлер дәні риза болып жатыр. Біз тіпті ұтылған күннің өзінде де Даниямен ойнаған кезде де қазақстандық жанкүйерлер қалай керемет қолдады. Соны сезінген футболшылар келесі ойын жеңді. Сол жеңгеннен кейін бар болды сынап отыр ғой. Ой, қайтпайды екен ол да. Енді хайп жинап, былай қоғамдағы үрдістен қалып кетпес үшін бірдеңе айтып тұру керек қой. Соны ол дұрыс меңгермеген сияқты. Кейбір жерде айтатын жер бар, кейбір жерде үндемей ғана қалып кететін де кездер болады. Сондай бір позицияларды да үйрену керек енді оған. Жақсы. Футболдың басы-қасында жүрсің ғой, қазір білесің ғой, ұлттық құрамаға деген көзқарас бөлек қоғамда. Қазір ерекше жақсы көреді. Бұрын білесің, Қазақстанда сыналатын спорт болса, бірінші орында футбол еді ғой. Бұлары жеп жатыр, әкімдіктен ақша бөлініп жатыр, түк ойнай алмайды, аяқтары қисық па деп журналист ретінде біздің де сынамайған, жазбаған мәтініміз жоқ қой, расын айту керек. Қазір біздің қоғам қазір ұлттық құраманың футболшыларын тек жеңістері үшін ғана қолдай бастады ма? Жоқ, әрине. Жеңіс болғанда біз бәрін қырып, отып, 100%-лық нәтиже көрсетіп, Еуропа чемпионатына шығып кеткен жоқпыз ғой, Англия, Франция секілді. Біз әлі ештеңеде ұтқан жоқпыз, арасын айтқанда. Бірнеше матчтарды арасында жеңіп, арасында ұтылып, сөйтіп жүрген күннің өзінде де, ең басты жанкүйердің қолдайтыны бұл ұлттық құраманың намыспен ойнайтындығы. Соңғы минуттарға шейін таласып тырмысатыны, жеңілсе, жылап, кәдімгі жер жыртып тұрып ойнайтын ұлттық құрама болып жатыр ғой қазір. Сол жанкүйерге ұнап жатыр. Бұл команда намыс үшін ойнап жатыр, ел үшін жігерді салып тұрып. Бұрынғы ұлттық құрамамыз бір гол жібергеннен кейін болды қоя салатын ойнауға.
болды ғой шамамен. Одан кейін артынан екінші, үшінші голдар кіретін. Сосын біреумен бірде-бір тең ойнап жатса, 89-шы минутта жайлап шаршап қалып, сонымен гол кіретін. Соңғы минуттарда гол жіберіп ұтылатынбыз. Қазір ондай жоқ. Біз керісінше 89-да кеше Финляндия құрдық, оның алдында да 90-шы минут тұрдық, 87-шы минутта Аба тұрды. Қазір керісінше мінез пайда болған. Соңына дейін күресетін ұлттық құрама пайда болған. Сол ұнайды. Бұрынғы жігіттер мінезсіз, жігерсіз бе еді? Жоқ, олардың бәрінде жігер, намыс деген әр адамның кеудесінде бар. Тек оны ояту керек қой. Көрдіңіз бе? Ойнату керек пе, ойнату керек пе дәлде жөндеп? Жоқ, бірінші ойнату деген ол қанша жүз жерден шебер болсаң да кейбір ойыншылар ойнамай қояды. Оны ашу керек, бас бапкер болу керек. Алаң шетінде тұрып айқайлап, намысын қоздырып, алаң ішінде жүрген 4-5 ойыншы сондай ойда болу керек. Футболдың ішкі кухнясы ғой енді, ол команданың ішінде 11 ойыншы құрылды, 11 ойыншының ойында 11 түрлі ой бар. Соның бәрі бір жерге жиналмай, бір бағытта жылжымай, ол болмайды. Сол не ма, Ереке, сұрайын деген көп айтып отыр, қазір бас бапкердің арқасы деп, жаңа физика бәрін қойған ғой, жалпы соңына дейін ойнап. Ненің арқасы ол негіз? Айтып берші, құпиясы не жаңағы? Не дұрысталды ұлттық құрамада? Не бір жолға қойды? Ермұхамед Мәулен бар да қызмет. Енді ішінде жүрсің ғой деймін да, біз бәрі айтады бас бапкердің арқасы деген сияқты. Тек қана сол көрінеді бізге. Әрине, бұл бапкер көрінеді, оның жұмысы дұрыс, оның еңбегі бар. 60-70% сол кісінің еңбегі. Өйткені ол ұжым құрды. Міне жігіттер, міне ойнасақ ойнайық, ойнамасақ осы жерден қоя салайық та, қазір кете салайық. Орнымызға басқа балалар, жас балалар бар, 21 жастағы. Солар шығара салайық. Сөйтіп басында келіскен ғой. Ойнамасақ шамамыз жетпейтін болса қоя салайық онда деп. Еуропаға шығайық, ұмтылайық, бірдеңе өмірімізде жетістікке жетейік, онда шығамыз ба? Онда менің тәртібіммен жүрейік. Тәртіп қандай сол? Не бар ол жерде? Жаттығуда футболшылар толықтай барын салып ойнау. Екіншіден, мынау негізгі құрамға шықты, мынау негізгі құрамға шықпады деген әңгімені доғару. Ұлттық құрамаға мен кімді алам, өзім білем, маған ешқандай қарсы шықпау. Одан кейін жаңа жатып тұру, жаттығу жұмыстары осының барлығына тағы да Қазақстан ұлттық құрама командалар департаментінің дирекциясы да түгел ауысты ғой, адамдар келді ғой. Содан кейін олар мынау енді сағаттың сыртылындай кәдімгі механизм болып жұмыс істеп тұрады. Жаттығу жасайтын жер Финляндияда табылды, Данияда табылды. Тұратын қонақ үйден ол алыс емес. Оның ішінде жаттығу жасайтын тренажер залдары бар. Тамақ, қандай керек тамақтар, бәрігер жасып берген тамақтың бәрін алдырттық. Осындай жағдаймен тікелей самолетпен ұшып бару, автобуспен күтіп алу, ешқандай проблема болмайды ұлттық құраманың ойыншыларында. Тек қана футбол ойнау, алаңға шығу деген ғана проблема қалдырды. Бұрын қалай еді сонда? Бұрын рейстік самолетпен сен үшеуің былай бара беріңдер, сендер төртеуің мына жақтан келесіңдер, біз мына жақтан қосыламыз, сосын бір автобусқа мініп ары қарай бара саламыз деген сияқты әңгімелер болған ғой, шын айтқанда. Жақсы. Жаңа физика соңына дейін ойнады. Сол өзінде білімге жүрген. Енді мынау қойып бере ме оны? Маман бар ма? Бізде бар, Ерлан Ыбырайым деген қазақ кісі, Ресейде жұмыс істеген, бұрын жеңіл атлетика федерациясында жұмыс істеген ол кісі. Сол кісі қазір дене даярлығы деген мәселемен айналысады. Жаңа заманауи мынау Франция құрамасы, Англия құрамаларының жасайтын жаттығуларын соны да осы Қазақстан құрамасына әкеп жасап жатыр. Физика кішкене болса көтерілген. Жаңа Ермұхамед айтып қалдың ғой, сен бас бапкер бірден айтты, кімді ұлттық құрамаға шақырам, өзім шешем деген мәселе. Иә. Бұған дейін шешпеді ме сонда? Бұрынғы бапкерлер шешті, бірақ ұлттық құрамада екі ойыншы, бір ойыншыдан болып тұрды. Ол не істейді сонда? Біреу қоңырау арқылы келе ме? Иә. Болды ғой, бұрын қаншама адам ойнады ғой, мысалға Коробкин, Дмитриенко деген секілді ресейлік футболшылар азаматтық алып ойнады. Азаматтық алмай осы Қазақстанның ішінде жүрген бай бағландардың, үлкен кісілердің балалары да ойнады ғой, өздеріңіз білесіздер ғой, осыдан 10 шақты жыл бұрын неше түрлі нәрсе болды ғой. Қазір ондай нәрсе жоқ, ол кісі кімді алғысы келеді, соны алады. Жақсы. Жаңа Барыс деп қалдық қой әңгіменің басында, Аслан. Осы Барыс хоккей клубының ойыншыларға берілетін айлықтарды, бөлінетін бюджет, самұрықтан келетін миллиардтарды түгендеп жазып жүрсің ғой үнемі. Бірақ мына сұрақтан бастайықшы. Байқаймын, футболды сынамайсың мүлдем. Футболға сын жазбайсың. Ермашпен жақсы араласасың ба? Жоқ, мен баспасөз қызметінде істемеймін біріншіден. Одан кейін футболды сынайтындай қазір жағдай болып тұрған жоқ қой. Енді өз айтсын қазір. Футболды, футболға қатысты да жазып жүрдім ғой. Александр Зуев қазір ұлттық құрамада, мен соған қарсы болдым әкелдім жалпы. Кеше шығайын деп тұрып шықпай қалды ол. Иә, шығайын деп тұр. Шықса жазайын деп отқам. Қазақ балалар керемет ойнап отыр. Ананы дайындап қойды неге?
алаңның жиегінде дайындалып тұрған көрдім. Одан кейін шыққан жоқ. Ұлттық құрамада сол жүр, сосын тағы бір Шешенстаннан бір баланы әкеледі деген ақпарат болды ғой. Бадыр Сумаев деген ол келмейтін болды. Міне мен соларды аламын енді. Мен біріншіден сол азам көк паспорттың қадірін кетірмейік. Екіншіден ақшасын неге легионерлер жазып жүр қой. Жаңағы Ордабасыда, қай жерде бір 5 миллионға дейін алады, 12 миллионға дейін алады деп жазып жүр енді. Каспий футбол клубы туралы жаздың өткенде. Ақжайық туралы жаздың. Қайраттың бір легионерлерін жазатым, қатты сынға алып, ана туалетте отырса да 500 мың теңге жүріп жатады жаңа айлықтары. Одан кейін енді Ақжайық өзім барып, 2 рет барып келдім. Мен былай жазып жүрмін, Көкшетаудың қазір инфрақұрылымы не болып жатыр, Астана мен Түркістандағы не жабылады деп жатыр, ремонтқа енді масқара. Ол балалар мысалы Ермаш айтып жатыр ғой, қазір ұлттық құрама ол өзі де ашық мойындайды. Ұлттық құрама пикта ғой, шарықтау шыңында тұр, бірақ артында жоқ қазір 21-ге дейінгі, 19 жасқа дейінгі балалар, ойнап жүрген жоқ па клубтар балалар? Жоқ, өте нашар ғой біздің жағдайымыз. Спорттық медицина, спорттық ғылым жоқ. Соның бәрінен құралады ғой негізі отандық футбол деген. Жалпы инфрақұрылым бар ол жерде. Ата-аналардың, балалардың қатысуы бар, мамандардың қатысуы бар. Оны айтып жүрміз енді. Жақсы. Жаңа айлық мәселесін айтып қалдыңыз ғой, 5 миллион деп. Айына 10 миллион теңге алатын футболшы қазіргі қазақ қоғамындағы әлеуметтік жағдайға қарасақ әділетті ақша алып отыр ма, жоқ па? Тым көп па? Клубтардан алады ғой бұл жерде. Енді айына 10 миллион алу. Бұл әділдік па қазақ қоғамында, жоқ па? 10 миллион көп қой негізі. Енді қазіргі әлеуметтік жағдайда қарайсың. Қанша алу керек шамамен? Енді мен білмеймін. Сіздің енді спорт журналист ретіндегі 3 миллион ең жоғары. Ең жоғары болу. Жақсы. Өткенде бір подкастта айттыңыз, 10 миллион алады деп сынайтын несі бар, алса алсын, 10 жыл ғана ойнайды ғой дедіңіз. Иә. Кәсіпқой деңгейде Ордабасы футбол клубында Астана, Ақтөбе, Қайрат деген 4-5 клуб қой өзі бізде. Қаржысы бар, кішкене қалтала клубтар десек, мүмкіндігі бар, демеушілері бар. Берсе берсін, маған салса 20 миллион теңге берсін. 30 миллионға футбол жалып берсін. Футбол дамиды одан. Әлеуметтік әділетсіздік мәселесі жаңа айтылып отыр. Енді әркімнің өзінің қалтасындағы қаржы ғой, мысалы Қайрат Боранбаев, мысалы Қайрат футбол клубының егесі, ол кісі 2 миллион евроға футбол шалып келді ғой, жалақысын берді ғой. Неге сол кезде ешкім сынамады? Өйткені ол демеуші тапты. Мысалы, енді одан бөлекті бар ғой. Қазір Ордабасы футбол клубында 11 миллион теңге алатын футболшылар бар, ойнап жүр. Чемпион болды ғой. Соның арқасында. Онда әкімдіктің ақшасы айналып келді. Әкімдіктің ақшасы. Әкімдіктен әр футбол 2,1 миллиард бөлінеді. 1,2. Енді одан кейін былай әлеуметтік мәселе тұрғысын алып қарағаннан бөлік тағы да бір мәселе бар ғой. Мысалға, мен сіз былай айтайын. Қазір халықтың жаңа бүгін талқыланды экономикалық жаңағы мынау қарым қабілеті бар, еңбекке жаңағы еңбек етуге мүмкіндігі бар халықтың 80%-дан астамының кредиті бар әлеуметтік тұрғыда. Қанша халық қиналып жатыр әлеуметтік тұрғыда. Қымбатшылық дейміз, қазіргі инфляция бар, теңгенің құнсыздануы бар, азық-түліктің қымбатшылығы, басқа мәселелер бар. Осылай халық ашынып отырғанда футболшылардың 10-11 миллион теңге алуы әділетті ме деген сауал тасталады ғой қоғам тарапынан. Енді қатты бір аймақтың өзіне қараймыз ғой. Мысалға біз Шымкент, Алматы, Астана осындай бай өлкелерде ғана ол. Мысалға Таразда ешкім өйтіп 10 миллион теңге жалақы алмайды. Бұл жерде 450 мың, 500 мың теңгеге футбол ойнап жүрген балалар. Бүкіл аймақ сондай. Тек жаңағыдай бір-екі чемпион боламыз, Еврокубокты дейміз, Қазақстанның атынан шығамыз деген клубтар ғана жасы 30-дан асқан, тәжірибелі, кәдімгі ұрып тұрған, сақылдап тұрған мықты футболшыны шақыру үшін сондай жағдайға барады. Бұл футболда, әлемдік футболдағы қалыптасқан үрдіс, онда тұрған ештеңе жоқ. Әлемдік футболда 30-дан кейін кәріс саналады ғой. Неге кәріс саналады? Елдің бәрі 30-да ойнап жүр ғой елдің бәрі. Жаңағы әділетті болу үшін бар ғой. Холланд, Мбаппелерді алып қараймыз ғой. Иә. Солар қанша жалақы алатынын білесіз бе? Олардың жалақысын білеміз. 10 миллион теңгемен оны салыстырған. Енді Холланд пен Мбаппенің деңгейімен біздің деңгейде айтпайтын шығарсыз. Мысалға, Темио Пукки қанша жалақы алады деп ойлайсыз? Танымайды екен ондай футбол. Ағылшын премьер-лигасында ойнайды мысалға. Финляндия ұлттық құрамасының шабуылшысы. Жоқ, енді Темио Пукки қалды ғой енді мысалға. Финляндия құрамасы сол футболшы біздің жаңағы Абат Айымбетов, Асхат Тағыберген дегеннен жаңағы миллион теңге, миллион жай ақша алып жүрген адам, анау миллион евролап алып жүрген адамдарды ұттық па? Ол миллион евроны ол неден демеушілерден алады ғой енді, ол жақта жүйе сондай. Нартай, міне әділетсіздік осыдан болады. Әділет бар. Мен білемін ол жерде олар контрактілер қалай жасалады. Футбол федерациясының президенті ана галстуксыз кездесу деген. Мысалы Ресей халықтың қалтасынан түспейді деп. Нартай, міне ол кісінің мынандай бір ойы бар. 6 команданы пилоттық жоба қылып алам деді. Әкімдіктің
қаржыландырмайды, бюджетті алмаймыз бір теңгеде, бірақ өзін өзі асырайтын деңгейге жеткізуіміз керек дейді. Міне осылай ақша айналып жатса клубтарда, жаңа өзі демеуші тартса және өзін өзі асырап жатса пайда тауып. Онда ешкім әңгіме айта алмайды. 10 миллион алса, 20 миллион, 30 миллион өзінің ақшасы болса, және демеушінің ақшасы болса. Мына жерде әңгіме осы облыс әкімдігі, иә. Ол жерде жаңағы балалар спорты, бірнеше спорттық бағыт бар, инфрақұрылым бар, соның бәріне бөлінген ақшадан енді солардың аузынан жырып футболға беріп отыр. Сосын ғой жаңа Қуат Хамиттің де ренжіп жүргені, халықтың да ренжитіні. Жаңа барыс та солай, велоспорт та солай, баскетбол да солай. Бәрі мемлекеттің мойнына отырып алған. Содан ашынады барлығы. Сол егер әркім өз-өзін асырап жатса, ешқандай сұрақ туындамайды. Еуропа сол ғой, өзімен өзі айналып отыр. Біз айтып отырмыз, мысалға екі футболшының бір 10 миллион теңге алады деген әңгіме жоқ мысалға. Мен айтып отырмын ғой, Қазақстанда сондай легионер футболшылар сырттан келетін, және Қазақстанда жүрген бір 7-8-ақ футболшы бар, осындай жалақы алады. Қалғандар түгел 1 миллион теңгенің айналасында 1 миллион 800, 1 миллион 500, 2 миллион, 2,5 миллионға шейін баратындар бар. Осындай негізгі орташа жалақы осындай Қазақстанда. Ол ішіндегі жаңа қатты ойнайтын бір 7-8 футболшы осындай жалақы алады. Одан кейін жаңа футболшының өзінің жаңағы ғұмыры қысқа деп жаңа айтып жатамыз ғой, мықты талант футболшылар сондай алу керек. Шынымен де ол мотивация, басқаларға, жастарға мотивация. Одан кейін олар керемет нәтиже көрсетіп жүрген, басқаларға үлгі болып жүрген футболшылар. Олар ұлттық құрамаға алынатындар бар, ұлттық құрамаға алынбайтыны бар, жаңағы легионерлер дейміз. Енді амал жоқ, осындай жағдай футболда ол біз Қазақстан енді дамып келе жатқан ел болғандықтан кішкене қаржы көбірек кетеді. Мысалы, Сауд Арабия футбол дамыту үшін қазір миллиардтап салып жатыр. Мысалы да 10 миллион теңгемен әлемдік адамдар жинап жатыр ғой ол жерде. Иә, сондай жағдайға көшіп жатыр. Біздің жолымыз сәл басқаша. Біз болашағы бар, зор, мықты жаңағыдай легионерлер шақырып жатырмыз. Одан кейін жаңа 10 миллион теңге қойып отыр, қоймады деген жалақыны әр футбол клубының өзінің басшысы бар. Солар өзі шешеді. Мысалға Ордабасыда бар деп отырмыз, Ордабасының демеушісі бар. Ақтөбенің демеушісі бар. Астананың да өзінің демеушісі бар. Қайрат футбол клубы ол мүлде түгбегейлі өз-өзінің асырып отқан клуб, мемлекетке ешқандай қатысы жоқ. Осындай жағдайлар бар. Қайраттың қазіргі тағдыры не болып жатыр? Тағдыр енді қазір бұрынғы егесі енді бардың бәрін беріп жатыр ғой қазір. Қылсын дүзір деп айта алмайсың, бірақ енді сол Қайрат Боранбаевта ма? Қайрат Боранбаевтікі, иә, клуб соңғысынікі ғой. Ол кісінің жаңағы көмекшілері қазір басқарып жатыр клубты. Жалпы шын айтқан кезде бар ғой, ештеңе өзгерген жоқ, бәрі тамаша, жақсы, сол бағытта әлі де дамып жатыр ол команда. Өйткені оның іргетасы мықты да, өзінің академиясы мықты, футбол клубы жаңадан футболшыларды ала салады. Бір ойыншыны сатты мысалға. Қайрат футбол клубы биыл 2 миллион евроға. Нұралы Әліп деген футболшыны Санкт-Петербургтың Зенит деген командасы сатып алды. 2 миллион евроға. Сіз футболшы сату туралы, ол Қазақстан бюджетіне қандай қаржы келіп жатыр, мысалы Қайрат өз-өзін асырап отыр деп айта аламыз. Ертең тура сөйтіп жүріп бір күні Ордабасы футбол клубы 18 жастағы бір футболшыны Испанияға сатып жіберсе ше 1,5 миллион евроға деген сияқты әңгіме. Ол түбі қайтып келетін ақша оның бәрі. Жақсы. Жаңа бір қатар мына орыс текті азаматтарды айтып қалдың ғой, сен енді шығатын болса алаңға мен сынар едім дегенде. Олардың барлығы шетелден келген азаматтар ғой, біздің көк паспортты алған демек, иә? Иә, Ресейден келген ғой. Оларға біз қатты мұқтаж ба едік? Мұқтажбыз да, мен ойымша мұқтаж емеспіз. Тәп-тәуір ойнап отыр ғой өзіміздің жігіттер. Заменге шықпайтын болса не үшін керек ол? Сосын әкеледі де прямой ұлттық құрамаға тығып жібереді да андай. Мысалы басқа балалар да тұр ғой енді, мысалы үміттеніп жүр, өзіміздің жаңағы Ордабасыда дедің, Қайратта, Тобылда жүреді. Енді 18-ге келді, 19-ға келді, әне-менеге ұлттық құрамаға кірсем деген сияқты. Оларға да мәртебе ғой. Сөйтеді де анау Ресейден әкеліп жаңағы бір баландықтай тағы бір баланд тағайындап жатыр деген сияқты ғой. Енді обидно ғой. Неге бұндай? Бұл футболдағы қалыптасқан тенденция, онда тұрған ештеңе жоқ. Бір тілде сөйлесе, жаңағыдай осы ұлттық құрамада ойнағым келсе деген сияқты әңгіме. Одан кейін жаңа біздің алып отырған футболшымыз ол Қазақстанда туып өскен азамат негізі. 17 жасында ғана кеткен ғой жаңа Ресейге. Біздің көк паспортын алған кезінде. Өйткені ол жақта бірақ паспортпен ойнау керек, ол жақта легионер болмау керек болды. Содан кейін заң шықты да, қазір заң шықты. Қазақстанның паспорты бар футболшы Ресейде легионер емес деген паспорт шықты. Сондықтан олар осылай болып отыр. Мұқтажбыз ба біз оған? Енді қатты бір мұқтаж емеспіз, бірақ керек ондай ойыншы негізі. Ол жасы келді енді, уже. Жасы келген жоқ, жас жігіт. Содан кейін ол Ресей паспортынан бас тартты ма қазір? Сол ақпараттарды алмаймыз да біз. Жоқ, бас тартты ғой енді, Қазақстанда бірақ азаматтық қой. Жоқ, ана Барыста жүрді ғой ойыншылар осы соңына дейін. Ол енді Барыстағыларды енді білмеймін мен, ол хоккейге айналыспай қойын, өйткені жаңа Делмандарда болды ғой, Қазақстанның азаматтығы болды ғой оларда. Кейін жаңа әуежайда кетіп бара жатқан кезде қоқыс жәшігіне тастап, сосын өздерінің паспортымен ұшып кеткен, ол миллион жағдай болды ғой кезінде. Қазір ол қатаң сыналады, екі азаматтық алуға болмайды. Мен мүлде мынандай нәрсені айтқым келіп отыр, бізге
екі мықты ойыншы керек. Бірі ортада ойнайтын, бірі ірі деңгейдегі шабуылшы керек. Алайық, Бразилиядан бір ойыншы, Германиядан бір ойыншы алайық. Онда тұрған ештеңе жоқ. Қазір сіз Франция құрамасының ойыншылары құрамын қараңыз, басқасында қараңыз. Онда ол қалыпты жағдай менің ойымша. Жаңа Аслан айтып өткен дүние кейде қарапайым жаңа мынау азаматтардан қоғам тарапынан бір осындай сөздерді айтылып қалады. Шетелден келген азаматтардың әнұранды білуі, ұлттық құрамада ойнағасын, қазақ тілін меңгеруі деген үлкен бір патриоттық талап қоя аламыз бұларға? Әлбетте қоя аламыз. Қазір Қазақстан азаматтығын алу үшін қазақ тілінен тест тапсырасыз ғой. Жоқ деймін. Қосты ғой, осы жақында қосты ғой. Спорттық азаматтық алу бар ма онда? Жоқ, кәдімгі көк паспорт Қазақстанның азаматтығы бар ғой, кәдімгі. Соны алу үшін қазір тест тапсырасыз. Жаңағы азаматтар біле ме, өзіңіз жанында жүрсіз ғой? Кімдер? Зуев деген азаматтар. Білмейді ғой. Қазақ тілін білмейді енді әзірге. Олар кезінде алған адамдар ғой. Осыдан бір жыл бұрын. Бірақ енді мүмкін ұлттық құраманың осындай жазылмаған қағидасын орнатсақ бола ма? Қандай? Ұлттық құрамаға. Сен келу үшін қазақ тілін білуің керек, айналайын. Ол үшін бүкіл қазақ қоғамы қазақ тілінде сөйлеу керек. Біріншіден біз сол жағдайды бірінші реттеуіміз керек. Содан кейін барып футболшыларға талап қойсақ болады. Одан кейін футболдың тілі өте қойыртпақ. Бізде Қазақстанда бірнеше клуб бар, тіпті ағылшын тілінде сөйлейді. Өйткені олардың бас бапкері ағылшын тілді адам, ассистенттері, одан бөлек жаңағы дене даярлығын жасайтындар, сырттан келген адамдар бар мысалға. Олар ағылшынша сөйлейтін клубтар бар. Оларға енді қазақ тілінде сөйлеу білмеймін мен қаншалықты қинай алмаймыз. Мысалы Зуев келді, Зуев мысалы паспортын ауыстырған адам бір рет. Енді ана жақта қазір санкцияға ұшырады. Екіншіден жаңа мобилизация болады, сосын қайтып келді ғой, сөзін ашығы керек. Содан қашып келіп отқан бала ғой. Сөйтіп қайтып біз көк паспортты алдық та. Енді сол келгенде бір ауыз айтса болады ғой, құрметті қазақстандық жанкүйерлер, мен Қостанайдың тумасымын деп қазақша. Кешірім сұрасын деп отырсыз. Кешірім емес, просто былай бір мәлімдеме жасаса, мен ұлттық құрамада ойнағым келеді, ел намысын қорғағым келеді. Бізді қолдаңыздар деп бір ойынның алдында айтса. Орысша айтты ғой соны. Неге қазақша айтпайды? Оны орыс аудиториясына айтып тұр ғой. Енді Қостанайдың жігіті ғой, енді орыс тілді азамат, қазақша сөйлемейді ол. Футболды айтып отқан сен бүкіл спортта бар. Мысалы, олимпиадалық спорттарда мен кеше Азия ойындарына барғанда 24 өзің енді анықтадың ғой, 24 спортшы бар действующий. Оның артында бүгін тағы бір статистика алдым, тәуелсіздік алғаннан бері 101 спортшы болыпты неде біздің ұлттық олимпиадалық спорт түрлерінде шетелден келген. Иә, 101 спортшы, оның 59-ы яғни енді жартысынан көбі ресейліктер. Және дәл осы жағдайларда көбі еще қарап отырмын, 101 адамның көбі өз еліне кетіп қалды деп тұр да соңғы неде. Қазір қайда деген сұрақ тұр, биографиясын қарап отырып, өз елдеріне кетіп қалған деген. Жақсы. Осы жаңа Аслан айтып отқан мәселелерден шығатын бір түйін, спортта патриотизм деген қандай болу керек? Спортта патриотизм деген оны мен тілмен өлшемесем, мысалға, ол мүлде басқа нәрсе. Футболшы, жалпы спортшылардың ішінде әсіресе осы футболда ол ең соңғы кейінгі орындарда тұратын нәрсе. Менің ойымша, иә. Оған ешкім мән беріп отқан жоқ. Мысалға, футбол клубтарын алып қарайтын болсақ, біз айтамыз ғой, жаңағы Манчестер Сити болсын, Реал болсын, осындай клубтарды, оларда да патриоттық сезім бар ғой. Оларда өзінің эмблемасы үшін, төсбелгі үшін Чемпиондар лигасында ойнайды. Оның ішінде біреу испан тілді, біреу ағылшын тілді, біреу итальян тілді. Ұлттық құрамада мақұл, енді бізде қазір ұлттық құрамада қазақ тілі және жартысы орыс тілді адамдар. Оның үстіне қазір адамдар біз біртіндеп осылай дау-дамай көтеріп, оны айқайлап шулатып, тілдік мәселе, ұлттық құраманың бір-екі футболшысы қазақ тілін білмейді екен деп, оны ұлттық құрамадан шығарып жібере алмаймыз ғой. Бізге ол үшінші, төртінші орындарда тұрған нәрсе. Басқаларға сабақ болмай ма содан кейін? Білмеймін, оны қазір қатты бүйтіп айқайлап дауырып жасап, оны ұлттық құраманың атмосферасын бұзғымыз келіп отқан жоқ, шын айтқанда. Оның үстіне біздің Қазақстандағы қазақ осы даласында туып өскен ұлты қазақ адамдардың өзі қазақ тілін сөйлемей жатқан кезде футболшыларды айтып отырмын, бапкерлерді айтып отырмын, ол өте қиын. Кішкентай кезінен бұлар футболдың әліппесін орыс тілінде ашқан адамдар. Көрдіңіз бе, мәселе қайда жатыр? Неге ағылшын тілінде ашпайды, солардың ойыны ғой енді? Қазіргі мына ашылды ғой, Алматыда бар, осы Астанада да бар, ағылшын тілінде футбол әліппесін ашылды. Бірақ олар аз, енді 2-3 үйірме қана бар. Сосын қазір мынау Бешикташтың академиясы ашылды, Алматы қаласында. Олар мүлде түрік тілінде сабақ береді. Енді әркім өзінің баласын берген кезде өзі таңдау жасау керек қой, енді мынау енді шет тілін білгенде артықшылығы жоқ, бірақ өз тілін білмей қалып жатқан оқиғаларға енді біз таңғалмаймыз ғой, енді кеңес үкіметінің құрамында болған еліміз осы тәуелсіздік алып шығып тілді енді меңгеріп жатқанымыз ол енді көпе көрнеу. Онымен біз
былай ашықтан ашық соғысқа бармаймыз бұл тақырыппен. Ол біртіндеп өзі келеді. Негізі біз Ермашты қыспақ қалып отырық қой, бұл күресіп жүр негізі. Ол жалғыз Ермаш шығар, ана таза қазақ тілінде. Оны да айта кетейік. Жоқ, қыспақ қалып жатқан жоқпыз енді. Баспасөз мәслихатын өткізді, ана талап етіп бір Украинадағы матчта қазақша диктор болсын деп. Сізде мысалы талап етіп жүрсің ғой өзіңде. Талай талаптар қоясың, дұрыс қой. Мысалы айлыққа қатысты, басқа қатысты сынап жүрсің ғой. Содан нәтиже бар. Сен Фейсбукқа жазасың. Нәтиже бар негізі. Не болды? Барысқа бөлінетін ақша азайып қалды ма? Легионерлер азайып қалды ма? Меніңше жоқ. Мен қазақ тілінде жазамын ғой. Қазақ спортшыларына қатысты болса, және оған жауаптар қазақ тілде болса, олар қабылдайды. Барыстар қабылдамайды, өйткені орысша ойлайды, орысша сөйлейді. Басшылар мән бермеуге тырысады қазақ тілді журналистердің жазғанына. Және екіншіден олар ақшасын азайтқысы келмейді ғой, жаңағы не мынау бірдеңе деген үшін біз не 8 миллиардтан қағыламыз ба деген сияқты. Әйтпесе, мысалы біздің ұлттық құрамадағы спортшыларға қатысты мәселелер шешіліп жатыр. Жәмиля Бақбергенованың пәтеріне қатысты көтердік, бұйырса шешіліп қалады. София Бирутсованың пәтеріне қатысты, Әбибаның бір әлеуметтік жағдайларын айтып жүрміз. Сосын енді мына жарыстарға қатысты, ұйымдастыруға қатысты да көтерген кезде жүйелі сын болса, министрлікте жиналыс болады. Мені шақырады, кәдімгі сол жерде шешімін шығарып, көзімше ана кінәлі адамдарға выговор дейді, жаңағы сол жерде жазаларын алып көзімше бір тоқтамға келіп жатады. Осы барыстың мәселелерін Асхат Ораловқа айттыңыз ба экс-министрге? Жеке кездескенін суретіңізді салдыңыз ба? Асхат Ораловқа айттым, тек қана барыстікін емес, жалпы осы 4 клуб, Барыс хоккей клубы, Астана велоспорт, Астана футбол клубы және Астана баскетбол клубы бар ғой. Соларға бөлінген ақша биыл артты, 21,6 миллиардқа жетіпті. Самұрық қазынадан бұл айналып келгенде халықтың қалтасынан бөлініп жатыр. 21,6 миллиард өте үлкен сома. Ол неге үлкен? Бұған дейін ол 17-де қанша қателеспесем 17-де 9 болды ол сома былтыр. Ол кезде айқайладық, ол да үлкен сома ғой. Биыл енді біз азайтамыз ба деп отырсақ, жаңа нәтиже бола ма десе жоқ, қосып алып жатыр. Және ол нақты айтпайды. Қай клубқа қанша кетіп жатыр, қаншасы айлыққа кетіп жатыр деген сияқты. Барыс самұрық қазына Барысқа ақша төлеп отыр. Бұл бірінші мәселе. Жаңағы тағы бір не 4 клубта жаңағы мен айтқан 46 легионер бар. 46 шетелдік ойыншы бар. Енді олар клубтар ғой енді. Әлемнің бәрінің талабы бірдей ғой деп қарайсың. Біздің қалтамызбен ақша алып отқан нелер ғой, ойыншылар. Сіздің сонда талап қандай? Клуб шыға болу керек па 46-сын? Енді Барысты жалпы жоба ретінде мына құрлықтық хоккей лигасынан алып тастау керек. Оны ішкі біріншілікке әкелу керек. Осы Астана қалалық. Ойбай, біз арена салып қойған жоқпыз әкімдік деңгейінде. Сол аренада ішкі Қазақстан чемпионаты ойнай беруге болады ғой. Барыс арена универсалды спорт кешені ғой, ол жерде жекпе-жек кештерде өтеді, концерттерде өтеді деген сияқты. Ол құрлықтық лигада ойнау үшін салынған емес. Сыналып біздің футбол секілді Ермаш айтқанда ертең нәтиже беріп кетсе ше. Енді үміттенеміз соған. Бұл енді Барысқа қатысты. Тағы солай ана Астана Протем енді білмеймін Ермаш сен қалай көзқарасың, бірақ сөздің шыны керек, үлкен ақша кетіп жатыр. Мен 5 миллиардтың үстінде деп естідім. Винокуровке алып кетеді. Александр Винокуров па? Енді сол басшысы қазір. Сосын енді мендегі статистика бойынша ол жақта 550 ма өтіпті спортшылар осы аралықта құрылғаннан бері. Оның 10%-не жетпейді дейді қазақстандықтар. Қазақтар емес, қазақстандық спортшылар. Енді ойлап қараңыз, біз мысалы 9% үшін 50 спортшы үшін 550-ден сонша ақша шашылып жатыр. Дәл солай баскетбол вообще айтпай-ақ қой, ең төменде жүреді ана өзі. Оның мынау кішігірім бір мысалын келтірейін, оның ойы қандай екен да? Менің пікірім емес, жалпы ол қалай жасалынады. Жаңағы шетелдік легионерлер ғой, италиялықтар ғой бізде көбінесе. Сондай жаңа Фабио Аро, Винченцо Нибали, Скарпони секілді марқұм сондай велошабандоздар болған кезде оның қасына соларға көмектесе алатындай деңгей жетеді қазақстандық велошабандоздар жоқ. Жас бала келеді 18 жастағы, сол командаға түседі, солармен деңгейлесіп болып көтеріледі. Сөйтіп шықты біздің балалар. Сөйтіп шығады. Алексей Луценко мен Федоров кеше екеуі Азия ойындарында білгенін істеп жүрді, көрдіңіз бе? Бір-бірімен медальға таласып, екеуі қатар келді. Сол анау жаңағы осы велошабандоздар аналардың қосалқы құрамында солардың жанында жүргендігінің арқасы ғой, әйтпесе. Сонда Винокуровтың алып келіп жатқан 5 миллиард дедіңіз ба? Оны сөге қарамайсыз ба? Енді велоспорт үшін ол орташа есеппен жақсы. Жоқ, біз Луценконың бір алтынына көп емес ол. Бір алтынына бар ғой Луценко. Енді Федоров екеуінің 2 алтынына біз өте көп ақша төлеп жатқан жоқпыз. Мысалы 4 жылда 20 миллиард. Көп емес деп отыр ғой. Астана Протим командасы Европада өнер көрсетеді. Біршама легионерлері бар, жаңағы жарнама жасайды. Кезінде сөйтіп ашты ғой енді осы бүкіл Европаға біздің Астана керемет болып көріну үшін Тур де Франсты жеңді, Vueltаны жеңді, Giroны жеңді. Енді қазір басшылықтағы азаматтар ойланса болады. Осы 10 шақты жыл бойы осындай нәтиже көрсеттік. Енді
қазақстандық жас теннисшілер деп велошабандоздарды қосайық ортасына солай жасайық деп өзгертем десе мен қарсы емеспін. Ең қызығы осы мен сынап жүреміз ғой, бірақ велоспорт бар ғой, бірден реакция білдіреді, осы пікір бірдеңе жаза салсаң енді әртүрлі ақпарат көздеріне сосын сотқа береміз деп қорқытады да андай. Бірақ енді мендегі тағы бар ақпараттар бойынша былай ана-мына естиміз, осы қазақстандық бізде де не бар ғой, велоспорт ұлттық құрамамыз бар, велотректе де бар. Соларды қоспайтын неге мысалы бір базада жаттығуға жаңағылармен біздің қазақ жігіттер Винокуровтың командасына қоспай ма? Кәсіпқой енді басында сол азамат тұр ғой енді. Енді жоқ болмай ма деймін ғой жаңағыдай. Мысалы Головкин боксшыларды өз залына кіргізбейді деген сияқты ғой, қазақ боксшылар жоқ. Анада да сондай жағдай ма, велоспортта да мысалы. Енді ойлайсың да сондай біз ақша төлеп отқаннан кейін балалардың қақы бар шығар енді барып бірге көріп ананың не жеп жатыр олар, не қандай витаминді қолданады, қандай кроссовка киеді деген сияқты бәрі қызық қой енді біздің ұлттық құрама былай жалпы алғанда нашар ғой енді. Осыларға қатысты сіз айтып отырсың ғой үнемі жаңа министрліктерге барамыз кездесу болып тұрады деп. Не деп жауап береді олар? Шын айтайын, олар өздері әбден шаршаған. Олар қалай күресерін білмей отыр. Жалпы спорттың басы қасындағылар қалай шаршап олар қалай күресетінін білмейді деген. Көп мен білетін адамдар қарсы негізі бұндай өте үлкен шығын екенін ашық айтады, қалай тоқтатарларын білмей отыр. Өйткені қалай тоқтатарын білмейді дегенді қалай түсінсек болады? Министрлік, қаржы өзінде мүдделі тұлғалар көп ана жерде. Министрден де жоғары тұратын мүдделі тұлғалар бар ма сонда? Жаңа айтып тұрмын ғой, министр Қазақстанда министр деген ештеңе шешпейтін адамдардың қатарынан ба? Жалпы. Бір секунд. Мен сол таңғаламын да. Сол адамдар айтып министр ештеңе шешпейді. Тұтас бір ведомствоның басшысы ғой, Ермаш. Сол мысалға спорт министрі дейік, сол не шешеді мысалға? Спорт және туризм қазір. Иә, мысалға біз үшін шешіп үлгере алмай жатыр ғой, қысқа отырады. Жоқ, ол жалпы олимпиадаға баратқан кезде ол олимпиадалық комитет қарайды, анаған баратын кезде басқа комитет қарайды, мынаған ол министерстводағылар тіпті мына облыстағы бөлінген қаржыны да мониторить етіп соған бақылау орната алмайды екен ғой. Олардікі бұқаралық спортпен сондай бірдеңелермен айналысады деген негізі. Содан кейін айтам, бізге өткенде бір сұрақтар келеді да осының алдындағы министрлікті айтып отырмын да, Асхат Оралов дейді басқа. Біреулер жазыпты да, осы мына Қазақстан ұлттық құрама командасы Асхат Оралов келгелі бері керемет өнер көрсетіп жатыр деп Фейсбукқа. Соны естіп бір-екі күліп. Футболға барған видео фотолармен. Иә. Сосын ойлады, біз Қазақстан футбол федерациясы негізі спорт министрлігіне үш қайнаса сорпасы қосылмайтын организациялар ғой, бір-біріне қатысы жоқ. Олар Астана футбол клубын ғана бақылайды. Қазақстандағы футболға мүлде қатысы жоқ. Мысалға Қазақстандағы боксқа спорт министрлігінің мүлде қатысы жоқ. Қазақстандағы күреске де оның түк қатысы жоқ. Қазақстандағы велоспортқа да түк қатысы жоқ. Ол кімге керек ол министерство? Мен түсінбеймін. Сен айтасың, министрден де биік бі. Мен үшін министр деген анадай марапаттау салтанаттарында жаңағыдай медаль тағатын адам деп есептеймін өз басым. Болды. Одан артық ештеңе олардың қолынан келмейді. Келгенде емес. 20 жыл болды ғой, кім қаяқта істесе. Дәл осыны теория айтады ғой саған барғанда да Аслан, қолымыздан келмейді еш нәрсе деп. Демек. Енді дәл ана не туралы жаңағы миллиардтар 21 миллиард айтып жатырық қой. Оған келмей жатыр расымен де, күштері жетпей жатыр. Енді мысалы Ермаш айтып отыр ғой, федерациялар, әрқайсысының өзінің басшысы бар ғой, бірақ федерациялар сол мемлекеттен алады ақшаны, оқу жаттығу жиындары. Сол ғой енді. Жоқ, мысалға, енді мен айтып отырмын ғой, жаңа Кеңесар Ақышев деген, Болат Өтемұратов деген адамдар, мысалы мен ойламаймын сол министрлікке күні қарақ баған адамдар деп. Менсінбейді де шығар олар. Бар ғой енді, Ермаш ол қалай. Білмеймін енді. Менсінбеген айтпақшы. Өздерінің қаржысын жұмсап отқан адамдар ғой олар мысалға. Кеше Азия ойындарында болдың ғой, айтпақшы осы боксшылардың нәтижесінің бәрі тек Кеңесар Ақышевтың нәтижесі көрініп кеткен жоқ па? Сол кісі сондай ғой өзі. Сол кісі келгенде машина берем деп құттықтайды. Иә. Асланбек Шынбергеновке де министрліктің бұған дейін жұмсаған, мемлекеттің жұмсаған қаржы қайраты қайда? Қаржысы қайда? Кеңесар Ақышевтікі болса, онда төмен нәтиже ғой, негізі біз Азия ойындарында төмен нәтижемен келдік қой. Онда соның арқасы жауап берсін оған. Негізі ол кісінің енді бокс бізде айтып тұр 180 вид түр спорт түрі бар бізде. Мен 178 деп жүрдім ғой. Жақында сұрасам 180-ден асып келген спорттар. Енді жаңа Ермаш айтып отырғандары, жаңа екі спорт түрі, әрине бұл қалталы азаматтар, олар көп нәрсе шешіп жатыр. Жаңа ақша салып жатқандар ғой, енді салып жатыр.
Қалған 178-де не болып жатыр, ол министрлік бәрін бақылайды. Жоқ, федерацияның да жұмыстарын бақылайды. Стриптиз спорт деген қалай бір үзінді жүр? Спорт на пилоне деген бар. Тізімді қарасаңыз, 180 спорттың ішінде спорт на пилоне деген темірге айналып билейді ғой. Стриптиз ғой, қарапайым тілмен айтқанда. Мен соны дым түсінбеймін, бұл қалай оны мемлекет тіркеген спорт ретінде қаржыландырып отыр. Еще ана айтады, қаржыландырып отыр дейм ма? Жарысқа келіңіз дейді, ана жюри болып бар ғой. Маған рейтинг сен неге бізді сынайсың деп. Жоқ, енді мысалы оның дым идеология жоқ, мысалы қызыңды жақсы ма? Жоқ, қызыңды ол мақұл, ол мысалға осы тәуелсіздік алғалы бері самбоға қаншама ақша бөлінген есептесең шашың ағарып кетеді ғой. Мысалы самбо деген Азия ойындарында жоқ, жалпы Ресейдің ұлттық спорты ғой, орыстардың ұлттық спорты. Жалпы еш жерде жоқ спорт қой, ол ешкім ойнамайды оны. Оған неменеге Қазақстанда ақша бөледі, мен түсінбеймін. Айналысасың ба, бір спорт зал ашып алды, өзің бөлек айналыс. Жоқ, Ермаш мысалы да самбо таңғаламын. орыстың ұлттық спорты, Иә. Пинчат силак деген бар. Қайсы Таиланд? 180-нің ішінде ма? Иә, 180. Ол не пинчак силак? Сондай жекпе-жектің түрлері. Ушу санда деген бар, Қытайдікі. Ушу санда. В общем, бүкіл біз белбеу күресі татардікі ма? Жаңағы кураж, өзбектің күресі. Және өкініштісі, жаңа ушу сандаларда андай бір не бар дейді, менше естігем. Философия. Түбі бізді Қытай жаулап алады, үйрене берейік деген сияқты өздері айтады екен ішінде. Сондай. Бүкіл әлем. Біз қандай нені тығып жатырық, миды немен. Одан кейін жаңа ғана каратэдің түрлері бар ғой. Киокушинкай, Шинкёшинкай, каратэ-до, каратэ бірдеңе деген түрлері бар да. Соны қазақтың балалары сол жаққа барып, өмірлерін былайша айтқанда заяға кетіп жатыр ғой енді. Өйткені оның үйірмелері де қымбат емес айтпақшы. Енді Шинкёшинкайға 18 мың теңге төлеп баласын беріп жатқан адамдар бар ғой мысалға. Ол Шинкёшинкай ешқандай Азия ойынында кірмейді, Олимпиадаға кірмейді, ешқандай жері жоқ оның. Не істейді енді? Винокросс спорт футболға кіргізбейді, құрамы былай алмайды. Не істейді енді ол бала? Жоқ, бар ғой үйірмелер, футбол бар, басқасы бар, кіргізсе болады. Одан кейін оның көбісінде жаңағы діни мәселелер көп қолдау көрсетеді ғой, мысалы діни адамдар сол мына 180-ге айтайық, жаңа айтып отырсың ғой, көп спорт түрі ғой. Бұл прикол қылып айтамыз, жаңағыдай ол әлеуметтік желілерде шулап-шулап қалып отыр. Негізі ойланатын нәрсе, қайда береді дейсің ғой. Менде бір тағы ақпарат бар. Қырғызстанда 7 спорт түрі қаржыландырылады деген. Өзбекстанда 28. Оның 11-і ғана олимпиадалық, қалған ұлттық спорт түрлері. Көрші Ресейдің өзінде аз, білесің бе? 38 деді ма, қанша спорт түрі. Олардан бөлінеді ғой, округтар, соларға жеке несі ескеріледі. Осы 180 деген бізде ғана жалпы. Ал енді Франция 7 точно. Жапония 10 спорт түрі деген. Мұнаны енді қысқарту керек, негізі бар ғой. Жаңағы спорттық нация деген осы. Егер біз жаңағы белгілі бір спорттарға басымдық берсек, жаңа талантты балалар барады, каратэде мысалы мықты бала бар, күші тасып тұрған, табиғат берген талант бар. Жаңа айтып текке кетіп жатыр да, олимпиадалық емес, Азия ойындарында да медаль әкеле алмайды. Ол енді амал жоқ, ана қаржыландырылатын спорттарға барады, дзюдоға барады, күреске барады, боксқа барады. Содан мықтының мықтысы шығады ғой негізі. Біз өзі халқымыз аз. Ой, 180 спорт беріп, бәрін пытырлатып жатық да жан-жаққа. Одан кейін жаңағы осы бірнеше жыл бұрын көтерілген бұл мәселе. Материалда жазған мен, мақалада жаздым. Ол кезде министр Арыстанбек Мұхамедиұлы болды. Содан кейін оны ары қарай жазып қозғаудың ешқандай логикалық мақсаты болмады біз үшін. Мынау Қазақстан деген бұл территория, аймақ жағынан өте бір ерекше мемлекеттердің бірі әлемдегі. Біз Канада, Швейцария секілді, мынау Қырғызстан, Ресей секілді жазғы спорты да бар, қысқы спорты да бар мемлекетке жатамыз. Одан кейін бізде мынау солтүстік Қазақстан облыстары, мынау жаңа айтамыз ғой, Ридерде біздің базамыз бар, мынау Көкшетауда бар, Ақмола, Павлодар, Петропавл, Өскеменде бізде қысқы спорттың базасы бар, және Алматы. Ол енді Алматы кәдімгі халықаралық деңгейге жаңа жарыс өткізетін жер ғой. Сондай жерлердегі спорттарда жаңа облыстық спорт туризм және басқармасындағы адамдар қысқы спортқа көбірек қаржы бөлу керек те, жазғы спорттың қаржысын азайту керек. Менде осындай идея. Себебін де білемін. Иә, оны неге болмай жатқаны жаңа бағынбайтындығында. Әкімдер министрлікке бағынбайды. Әкімдер емес, спорт басқармалары бар ғой жергілікті. Бізде жүйе жоқ, мынандай пирамида жоқ. Әр әкім өз білгенін істейді. Әркім жаңа бюджет өзі бергесін солай да енді. Қалай өз береді? Ол өз беріп отқан жоқ. Мысалы футболыңызға береді, сол секілді ғой мәселе. Иә. Соны әкім шешіп отыр ғой. Енді міне Нартай мысалы Оралда жаңағы самбоға беріп жатыр. Ардагерлер арасында самбо түседі, 70 миллион береді. Ол отырады да хоккей клубын аша салайық дейді, 400 миллион береді бюджеттен. Ол хоккей болмаған Оралда мысалы. Жаңадан команда ашамыз дейді. Сонда бұл мәселені қалай енді? Ермаштың айтып келе жатқанына меніңше 15 жыл болды. Сен айтып келе жатқанға 10 жылдың көлемі болып қалды.
Енді мен кеше мынандай ұсыныс тастадым ғой. Министрмен де кездескен өзің. Министрлік облыстық спорт басқармаларының басшысын өзі тағайындасын. Солай бастасын да, оны айтып жатыр, заңмен бекіту керек тағы да. Және олар орталықта бағынсын дейсің ғой. Иә, бір орталықтандырылу керек қой, бір жерден контрольда ұстау керек қой. Астанада министрліктер үйінің ішінде бір адам соның бәрін бақылауда ұстау керек та. Одан кейін міне отчет тапсырмай ма ол деген? Ол айдалаға кетіп жатыр ғой ол ақша. Мысалға, Жамбыл облысы спорт басқармасы Арман Ташметов деген азамат 14 миллиард теңге мынанша жерге жұмсадым. Күреске мынаншасын бөлдім, бізден күрестен бір бала Азия чемпионы атанды. Міне футболымызға бөлдік, футболымыз керемет біздің, мынаған бөлдік деп айтпай ма адам, біреуге есеп бермей ма ол? Жаңа бар ғой, ол өзі айдалада өздерімен-өздері бірдеңе істеп, Ақтауда не болып отқанын мысалға Құдай біледі ғой, сен білмейсің да. Мен өзім білмеймін. Мысалға Ақтаудың спорт басқармасындағы адам, ол кім екенін мысалға. Кеше мына Оқжетпесте, Көкшетауда осындай мәселе шықты. Осындай адам бар екен, спорт басқармасының басшысы екен ол дейді. Сөйтіп кеп жаңағы Оқжетпес футбол клубы ақша алмаған ғой, жалпы 7-8 ай жалақы алмаған. Соны кімнен сұрайтынын да білмей жүр ғой. Кім беретін еді өзі бізге ақшаны дейді. Сөйтіп іздеп тапқан. Ол мен білмеймін дейді мысалы. Сондай. Енді Жамбыл облысы Шымкент деген мәселеге біз тоқтадық қой. Бір мысал айтайын. 17-ші универсиада өтеді бізде, елімізде. Оны дүркіретіп Астана, Алматыда той қылып, шашып, телевизиядан көрсетіп жатқан кезде бір биатлоншы келеді де, қысқы спорт қой, биатлоншы, жастайынан мықты дайындалған жігіт универсиададан чемпион атанады, алтын жүлдегер атанады. Жамбыл облысының адам. Жамбыл облысында қар жоқ қой, ол қай жерден шықты ол? Қар жаумайды ғой жерде, Шымкент пен Таразда. Сол кімге керек мысалы да? Ол көзбояушылық барып тұрған. Оны жеңген бала ридерде жаттығу жасап жүрген Өскеменнің соны ана жаққа барып универсиада дегеннен кейін университетке оқуға түсірген, магистратураға түсірген, стипендия алған, ол келгеннен кейін пәтер берген, осындай нәрсе. Ол кімге керек ол мысалы? Сен Жамбыл облысың, сен Шымкент, саған қысқы спорттан спортшы шығару не обязательно саған? Сенде қыс жоқ қой, қар жаумайды ғой, нең бар ода? Бірақ қысқы спортқа сол жерде ақша бөліп отыр ғой біреу, демек. Қысқы спортты дамытайық деп. Сол не үшін керек? Мысалы, Ақтауға не керек қысқы спорт, айтшы. Содан кейін ғой кеше Азия ойындарында 5-ші орынға шығып кеткеніміз, иә? 5-ші орынмен келдіңіздер ме? Сіз бардыңыз ба? 11-ші орын. Неме жалпы медаль. Иә. Ең қызығы бар ғой, қазір осы жерде Емаш айтып отыр ғой, сұрай алмаймыз деп, оны министрлік те білмейді сол сұрақтар жауабын. Аймақта не болып жатқаны бар ғой. Енді бағынбаса қаяқтан біледі ол мысалы. Енді қазір бір чемпион болатын болса, оны бүкіл жақсатақ сол облыстық спорт басқармасында әкімде болады. Егер бір масқара болатын болса, министрлік таяқ жейді. Бірақ министрлік түсінбейді, не үшін таяқ жеп жатқанын дейді. Ол аймақтан жауапты. Ұрып жатқанын сұрай да алмайды, не үшін жеп жатқанын. Сол непоняткалар. Жақсы. Жаңа мына универсиададан чемпион болған балаға қатысты пәтер берді деген мәселе айтылып қалды ғой. Осыған дейін сен біздің елдегі мына спортшылардың сыйақы мәселесін көтерген едің. Қазір азайды ма өзі? Жоқ, сыйақы азайған жоқ, сол күйінде қалды. Ана кеше келген алтын алғандарға $300 бердік па? Жоқ, берген жоқпыз осы жолы. Енді береміз ба? $10,000. Жоқ, бұларға бермейді. Бұл Азия ойындары ғой енді, құрлықтық жарыс. Жай ғой. Иә, $10,000 Азия деген. 5,000, 3,000 деп белгіленген, алтын, күміс, қолаға сәйкесінше. Сол сыйақыларын енді алады олар. Енді президентке кіріп шықты. Содан кейін тек менің білуімше Асланбек Шынбергеновқа сол ерекше сыйлық дайындалып отыр. Темір тұлпар, чемпионға лайық Азия ойындарын алтын әкелгенге өзі Кеңес Рақышев уәде берді. Алтын алған жоқ қой. Бірақ енді жеңіс ұрланды ғой. Сол үшін. Жоқ, Аслан жеңіс ұрланды. Құжат қайда? Елдің бәрі біледі жеңіс ұрланған, бірақ ешкім дәлелдемейді оны. Құжат қайда? Ол бөлек мәселе. Осы әңгімені айтып берші, басқасында жүрдің ғой. Спорттың жазылмаған қағидасы сияқты қалыптасып кеткен нәрсе ғой. Елдің бәрі біледі оны. Жаңа енді темір тұлпарға сен соның басқасында жүрдің, айтшы, қалай ұрланды деп түсінуге болады, соны айтшы. Енді жекпе-жекті көрдік көбіміз. Мен залда отырып көрдім ол жекпе-жекті. Төрешілер бұрмалады. Оның алдында ұрлағысы келді өзбек боксшысымен Асланбек. Ол нокдаунға жіберді. 3 рет нокдаунға жіберді. Техникалық нокаутқа келіп суырылып шықты. Өзбектің жолын жауып тастады былай айтқанда. Сосын алды да келесіде жапон жігітімен шыққанда біздің Асланбекті құлатты ғой. Жоқ, 700-ден астам адам делегация бардыңыздар ғой. Біреуі тұрмай ма соны? Жіберді ғой мемлекеттің ақшасын. Еще барып алып киімге разы емес бұл кісілер. Жоқ, неге тұрмайды біреу? Бокста мен Асланбекпен біздің бапкерлер құрамымен Асланбек шығып келетір, жекпе-жектен кейін. Біз алдынан шықтық, Айтжанов қайттық, Мырзағали Айтжанов бас бапкерге. Аға, протест қайда? Кете бересіздер ме осылай? Менен жаман қосып кеттім да, ана жерде қаным басыма шауып. Аға, мынаны шығармаңыз неге?
награждениеге шықпасын Асланбек айтқан ғой. И ана Қамшыбек те шықпасын. Қамшыбек финалға шығып тұр ғой. И ана Каринаны да алып тастау керек деп бар ғой. Не енді вообще болмайды, протест, бойкот жариялау керек мынау деген. Уже оның алдында 3-4-еуін аяқтан шалды. Бірақ енді ана кісі айтады, мен не істей аламын, мен енді бапкермін, қолымнан тактиканы қойып бердім, бұл рингте бәрін істеді деп. Сосын енді федерацияның адамдарына ренжи бастады. Кеңес Рақышев не істеп отыр? Мына жерде лас әрекеттер болып жатыр, араласпай ма? Енді ол жақта айтады, біз лас ойын ойнамаймыз, біз бәрі заңмен деп не жазыпты андай. Арыз ба бірдеңе. Оған бәрі күліп жатыр бар ғой. Көрші елдің боксшылары, мамандары бар, бәрі арыз жазып. Ол 2-3 жыл созылады, ол түбі жоқ арыз ғой, негізі шешілмейтін нәрсе ғой деген. Не істей алады? Ол жерде еще МОК деген жеңіліп тұрмайды ғой Қазақстанда. Не істей алады? Ештеңе істей алмайды. Сол жерде бойкот жариялау керек, жалпы мінез көрсету керек. Ана жерде бар ғой, мен енді Мырзағали Айтжанов жасарын жасаған адам ғой, енді біраз тәжірибесі бар. Құрсын сол шеттетіп жүрсе де, сол жерде өзін көрсетіп кету керек еді бар ғой. Енді бәрі намыс қой жерде. Көріп отырған қойсаңа демеу керек дейсіз ба сіз? Мысалы енді неге өйтіп ойлаймын, өйткені Иорданияның бапкері отырып алды. Иорданияның да несі ұрланды. Осындай жеңіс ұрланған кезде бапкер де шығып кетпей қойды, және боксшы да кетпей қойды. Мен ішімде қалып қойды мынау. Иордания мынау масқара екен. Шешілді ме бірдеңе? Ол шешілген жоқ, бірақ одан кейін оның балаларын шалған жоқ та. Дәл сондай мен моңғол палуаны дзюдода отырып алды кілемде. Ол палуан отырса жарыс жалғаспайды. Ана жерде регламент өте қатаң сақталады. Иә, екінші оны жерде біреу отырса, мына екен күрестірмейсің ғой қасына келіп. Ана кету керек. Сәл ары отыршы демейсің ғой. Мен кәдімгі есептедім 5 минут отырды. Ол өте үлкен аралық. 5 минут деген бір күрестің басынан аяғына дейін уақыты. Мен қалай шешілгенін білмеймін, бірақ менің есімде, мысалы мен моңғол емеспін, Иордан емеспін ғой, бірақ менде не қалды? Сыйластық қалды, респект ана кісілер. Ол мен сыйлаймын. Моңғол палуандар жынды, мен ойымда болады енді үнемі. Иордания боксшылары жынды, ертең Азия чемпионаты өтейін деп жатыр бізде жастар арасында. Мысалы мен уже Иорданияға аяғынан шалып отырса, ішімнен ойлап отырмын, қазір төрешілер, сендер таяқ жейсіңдер, мыналар жынды деген сияқты. Жаңа айтып қалдыңыздар ғой, екеуіңіз де министрдің өзі түк шешпейді ғой деп. Министр барды ғой бірақ. Министр барды. Барса шешпей мен соны. Соны сұрайын деп отырмын мен. Асланбектің жекпе-жегінде болған жоқ, ол кісі басында болды 3 күн, соңында 3 күн ба, 1-2 күн болды. Ашып жауып қайттым өзі. Енді солай десе болады, әр спорт түріне барды енді. Құзыретінде жоқ қой, мәселе сонда ғой. Мен ойлаймын, ол не істейді жалпы ол жерде. Министрлер көрермендердің арасында отырады. Көрермен вип орында. Мен қателеспесем, Өзбекстанның спортқа жауапты министрі басы қасында жүрді деп айттыңыздар сіздерге. Оны да айта кету керек. Спортшыларға суына беріп жүгіріп жүреді ғой. Өзбекстан спорт министрі сол атлеттер тұрған қалашықта бірге тұрды. Жұмыс штабы бар әр елдің. Сонда жұмыс істеді және көріп жүрдік. Жанкүйерде болып жүрді. Енді сырттай қызығасын, өйткені көрініп тұр да, командаға көмектесіп жатыр басынан аяғына дейін енді. Қайнап жүр ғой бірге ішінде. Біздің министр қайда жүр? Енді біз айтып тұрмын ғой, басында келді, соңында келді. Сосын мен білетінім, мысалы бізге сұхбат берген жоқ. Мысалы журналистеріміз, біз хақымыз бар ғой сұрауға. Сосын енді ана нелерге кіріп шықты. Спортшыларға раздевалкаларына кіріп құттықтады, жеңілгендеріне жұбату айтты деген сияқты. Сол видеоларды ғана алдық, болды, басқа контакт болған жоқ та бізде аса. Енді негізгі жұмысы сол ғой енді ол кісінің. Арашалап. Негізі ол кісіге айтпақшы, қысқа ғана айттық қой, енді көзің жетті ғой, ана біздің ішіп алған жаттықтырушы не болды, жұмыстан кетті ме? Оны нақты ақпарат жоқ, бірақ білесің бе Нартай, оның бәрі подстава болды ғой үшін. Аузына құйған ба? Бірге ішкен, мендегі бар ақпарат бойынша тағы да оны құлатқан, фотоға түсірген. Ана жерде біздің ұлттық олимпиадалық комитет бар, министрлік бар, жаңа федерациялар бір-бірімен қырылып жүр, Ханчжоу төріне барып, қазақтың спорттың басындағылар. Қазақ қана ғой аяғына шалады. Мен кейін ойлап қарадым, оны қалай Қытайдың волонтері қалай шығарып жүреді деп. Еще ЗТБ-ға қалай береді ол? Сөйтсем оны, оларда не жоқ екен? Мүлде қақы жоқ шығаруға. Оны Қытайдың тәртібін білесіздер ғой. Олар шығара алмайды екен. Олар еш жерге шығарады. Қытайдан жалпы ақпарат, фотоны көшіре алмайсың. Оны таратқан өзіміз ғана. Оны түсірген де өзіміз ғана. Көрдіңіз бе? Форманың да дәл сондай жағдай. Жыртық деп айтқан кімдер? Оны тапсырыс деп ойлаймын мен. Өйткені ешкім танымайтын спортшылар айтып жатыр. Және бір-біріне ұқсас мәлімдемелер айтып жатыр. Неге ол жарыс басталғанда айтып жатыр деген сияқты ғой. Ол алдын ала. Ол кімге керек болды сонда ол? Енді мен ойлаймын, енді мына мемлекеттен ақша бөлінеді ғой. Соған бәрі қазір тендерге таласады. Сонда енді мыналар жасап жатқаны дұрыс емес, мыналар жаман. Яғни біз істеу керекпіз, или біз істегенде керемет болды дегенді көрсету ғой. Сонда мынау ұлттық олимпиада комитеттерін бұрын басқарған азаматтары ма? Әбден мүмкін, енді мен нақты болуын білмейсің ғой, тап басып. Бірақ енді осы қазақ пен қазақ қырылып жатқан жағдай сол. Енді бұл жерде
қорытынды бір-ақ нәрсе ғой. Масқара ғой бұлай кете берсе. Жоқ, енді ол баяғыдан болып жатқан нәрсе ғой. Енді сен мысалға Нартай осы мәселелерді қарастырып жүрсің, одан ары қарай сен жеткізуің керек. Мысалы сен депутатсың, мысалға заңнамалық тұрғыда көмек керек оларға. Мысалға мен айтып отырмын, енді осыған дейін де министрлер ауысып жатты ғой, спорт министрі деген адамдар бар, ішінде арасында жақсы адамдар кездесіп болады, жұмыс істегісі келеді. Мысалы қазір мына Маржықпаев деген кісі келіп отыр, оның әлі бір айда болған жоқ қой, шамамен әлі. Ол кісі жұмыс істейін десе, жаңағы айтып отырмын, облыстағы басқармаларды басқару керек. Ол кісінің құзыретінде біраз нәрсе болу керек. Жоқ қой, ондай құзыретінде ештеңе шешетін ештеңе жоқ. Олимпиадалық дайындық мәселесі бар. Ол оны да жаңағы ұлттық олимпиадалық комитет біресе тартып қояды, біресе министрлікке бере салады, біресе қайтадан бере салады. Сөйтіп бер жүр, кімге бағынатындарды біліп. Сондықтан ол түбегейлі міне бүкіл Қазақстанның облысындағы спорт, бүкіл мемлекеттегі спорт басқармалары түбегейлі сол министрдің отчет берілу керек, соған бағыну керек. Бұл кісі осындай жарғы, қаулысын шығару керек. Енді бүйтеміз, мына жақтың спортына мынанша ақша бөлеміз, мынаны бүйтіңдер, мына жерлерің қате деп, ол министр бірдеңе айтпай ма? Соған оның заңнамалық тұрғыда мүмкіндік болмаса, онdan ертең Олимпиадаға барады, Францияға 0 алтынмен мұрнымызды ұстап бүйтіп келеміз ғой. Сол кезде кім жауапты? Маржықпаев болады. Ол да жауап бермейді ғой. Өйткені айтады, мен 1 жыл ғана бұрын келдім дейді. 1 жыл емес, 8 ай бұрын келдім дейді. Менен не дейсің дейді. Сосын айтады, Оралбектен сұрамын дейді. Оралбек айтады, мен 1 жыл ғана отырдым ғой дейді. Оны алды Абаев бастап кетті. Абаев айтады, мен мәдениет министрі болғам дей ма? Жоқ, Абаев та жауап бере алмайды. Өйткені ол Ақтоты Райымқұлова жауапты. 4 жыл бұрын басталу керек. Мына нәрсе енді жауапты дегеннен шығады. Осы 23 жылдың өзінде 40-тан астам спортшымыз допингпен ұсталған екен. Дәл осы мәселені вице-министрден сұрадым. Есіңде, Аслан саған жазбаша ақпаратын айтқан. Сол кезде ол кісі айтты, негізі ұсталып жатқандар ауыр атлеттер дейді. Неге десем, өйткені олар ғана неше түрлі протеин нелер береді ғой. Соның ішінде составында жазылмаған екен дейді ана допинг. Бірақ мен айтамын, халықаралық деңгейдегі жасалатын жаңағы өнім ғой, ол қалай енгізілмейді десем, енді біздің допингке қарсы неміз бар ғой, қызметіміз бар ғой, соның тексерісінен өтіп келсе бізге жақсы болар еді дейді, рас па? Ең қызығы, мен естігем, сол мына тамақтар алады ғой, спортивный питание, дәрілер, соның ішінен табылып жатыр негізі. Сыртында көрсетілмейді, құрамында көрсетілмейді, бірақ сонан шықты деп. Ең қызығы, біздің допингке қарсы өзіміздің орталығымыз бар ғой. Ең бірінші солар ұстайды ғой, біздің спортшыларды. Елде ұстайды еще. Дайындалып отқан кезде ұстап алады. Оны халықаралық, мен сұраймын кейін, оны біреу сұрай ма сендерден? Жоқ, сұрамайды, просто өзіміз ұстап береміз де, короче. Талап жоқ оны халықаралық. Дұрыс емес пе, тазалық қойып. Бір маманнан сұрадым осы, бапкер ұлттық құраманың. Басқа елдерде бар ма деймін ғой, өзін-өзі ұстап беріп отқан жоқ дейді ондай мысалдар. Мен білмеймін дейді. Іштен шешеді ғой енді, сен келесі жол мынаны ішпек. Сосын дейді ғой, бір жарысқа барсаң ұсталасың. Кәсіпқой спорт айтады, 2 айдан кейін жарыс болса, міне шет-шетте, қанында кететін уақытты да есептейді. Ол сөздің шыны керек, спорт деген сондай спорттық медицина, ғылым соған кетіп қалды ғой. Енді бұлар сөйтіп дайындалып жатқан кезде ұстап алып сынама алады да құлап тастайды, сынама алады да құлап тастайды. Сөйтіп негізі жаңағы қазақпен қырылудың бір көрінісі осы, ауыр атлетика өзімізді өзіміз ұстап беріп отыр. Оны ешкім сұрап отқан жоқ еще халықаралық. Оларға ұсталды ма деп тіркей салады, ұсталды ма деп. Жақсы. Оны кейбірін әдейі ұстауы да мүмкін. Демекші, өткенде өзің осы Санжар Тәшкенбайға қатысты ғой деймін айтқаның, Бүлдем тіпті анау әлем чемпионатынан келгеннен кейін жаттығуға келмей кеткен, ол жігіт үйленіп кеткен, басқаға кеткен деп дұрыс қой. Сын айтқансың. Жалпы осы той қазақтың спортшыларын неге құртады? Енді жалпы чемпионды төріне шақырған жақсы емес пе? 5 мұрмақ беріп, ой, балаңның аузына түкіртіп шіркін арымдап. Жоқ, біз қатты нетіп жібереміз. Қатты кетіп қаламыз, одан кейін андай болады, жаңа ауызға түкірту, бірдеңесін жарнамалату, жаңа бірдеңен ашылуына қатыстыру, сондай бір мақсаттарда қолданып кете береміз. Кадрдан тыс айтылған бір сөзіміз бар еді. Бір боксшымыз бар, сонның ашылуына барған дедің ба? Қай жақта еді? Ең қызық айтайын, қазір осы әңгімеден кейін бар, олар ренжіп маған инстаграмда жазады, брат, сен не деп отырсың, анау-мынау деп бар ғой. Енді не деп отырғанда деймін да, кеше Азия ойындарына міне ренжи берсін. Екінші күні бір өзім оқырманым жазады, аға қараш, Асақожа тренировка жасап жатыр ғой дейді. Екінші күні Ташкентке жетісімен не ұрып жатыр, груш ұрып жатыр. Одан кейін екінші сторисін қарасам, кросс жүгіріп барады. Біздікілер енді айтсам ренжиді. Біздікілер әлі тойлап жатыр, әлі естері жинап жатыр. Дәл солай Токиодан кейін Хасанбой жаттығуға кіріседі, Бахадүр
жаңа бірдеңені ұрып атады. Енді ол қарапайым нәрсе ғой. Бұл спортшының кінәсі ғой демек. Спортшының кінәсі ғой. Өздерінен жоқ, де бар. менталитет қой енді, иә. Өзімізден, сосын бапкерлер, бұл тәртіп неге байланысты. Жоқ, сен қара, мысалға жаңағы бір боксшы жеңіп келеді ғой, ол енді екінші күні ол да тренировкаға барғысы келетін шығар, біз білмейміз ғой мысалға. Бірақ оны жаттығу жасатқызып қоя ма біздің адамдар? Сол ғой, бармасаң ренжиді, ана кісінің үйіне баруымыз керек, ана кісі той жасап ресторан күтіп отыр сені. Қалай бармайсың сен? Амал жоқ, қазақи кеңпейілділігіңмен, дархандығыңмен барасың. Сөйтіп жаттығу жайында қалады дегендей ғой. Бірақ осыны ескеріп, мына Ризабек соңға барды дегенде құлақпен. Соның ашылуында дейсің. Ризабек Айтмұхан деген жігіт бар ғой. Не қатысы бар дейсің ғой. Иә. Күрестен тұңғыш әлем чемпионы болған. Иә, өткенде. Соны сұрағам тағы да, ана Ханчжоуда жатырмыз, сол кезде аға не болды деп. Жаңағыдай қорықтым да, тойлап кеттім айтсам, сонда жаңа басқасына мамандар айтады, оны базаға қамап тастадық дейді. Енді қамап тастадық деген тырнақша ішінде ешқандай тойға бармайсың, ешқайда қыдырмайсың, телефонды және бәрін алып аламыз. Тек қана жаттығуын жалғастыра бер. Өзі айтып қойды, Парижде болды. Парижден кейін қыдырасың деген сияқты. Сөйтіп енді бір мәжбүрлі түрде жасамаса, жақсы. мәжбүрлі түрде. Енді маңызды дүние. Біз айтқымыз келіп отырған Ермаш, спортта бүкіл былықты айтып жатырмық қой, енді футболистерден бастап қалдық қой. Қазір Евроға өтіп кетуіміз мүмкін деп бәрі қуанып жүр ғой. Енді екі ойын қалды, Сан-Марино мен Словения деген қалды. Енді жаңа Аслан кадрдан тыс басында сұрады ғой, Сан-Мариноны ұтамыз ба дейді, сіз бетон деп жауап бердіңіз. 100% ұтуымыз керек. Енді Сан-Марино деген осал қарсыластардың бірі. Біз оларды сырт алаңда соғымыз. Сан-Мариноның алаңда 3-0 ұтқанбыз өткенде. Осы 2 ай бұрын. Бірақ соңғы ойыны 3 ай бұрын. қатты болды солардың. Данияға кеше 1 гол ұрып, Данияға төтеп берді кәдімгі әжептәуір. Енді жарыстың соңында кішкене күшейетіні бар олардың осындай. Бірақ енді Астана аренада өз алаңымызда 30 мың жанкүйер келіп отқанда енді жігіттерде мынандай жоқ па? ұтуымыз керек. 6 пайда алсақ бітті ме? Біздің шаруамыз шешіліп тұр ма? Ешкімге қарамай ақ қояйық па? Жоқ, 6 ұпай алған күннің өзінде шыға алмай қалуымыз мүмкін. Ол үшін кім жеңілу керек? Ой, көп ол жерде растлады көп. Дания өз алаңда Словениямен ойнайды. Біз Сан-Мариноны ойнап бітеміз. Сол кезде сол матчтың нәтижесіне байланысты болады. Олар тең ойнауы мүмкін. Дания ұтуы мүмкін, Словения да ұтуы мүмкін. Бізге Дания ұтқаны маңызды ғой, иә? Дания жалпы Словения ұтпағаны дұрыс қой енді негізі. Одан кейін негізі өткен алдың бір подкастта айттың ғой, мен тыңдағанда өзің айттың ғой, біз Данияға жанкүйер бола берейік, ұта берсін солар деді. Ұта берген дұрыс еді. Ол кеше сол жалпы негізі ұпай өткенде 1 ұпай жоғалтып алды олар. Содан мәселе болып тұр. Енді Дания Словенияны жеңсе, олар 22 ұпай болады. Сырт алаңда жаңағы Солтүстік Ирландияны ұтпаса тең ойнаса 24 ұпаймен олар бірінші орын алады. Екінші орынға міне Словения мен Қазақстан таласатын болып қалады. Таласатын болып қалатын болғанда сол Словенияда болайын деп тұр ғой ойын. Сол ойынды біз 1-0 есебімен жеңсек, Европа чемпионатына жолдама аламыз. Шешуші ойын қырғын дейсіз. Тең түсуге болмайды. Тең түсуге болмайды. Тең болса Словения шығып кетеді. Көрдіңіз бе? Ал енді қаупім бар бір. Оны да жаңағы енді өте бір сапалы жаңа комментарийлер бересің ғой, Ермаш өзің қазақ тілінде. Өткенде айтып қалдыңыз, осы мынау европалық футболдың жаңағы басшылары Қазақстанды клубтарды көп жарысқа қатыстырғысы келмейді, сондықтан бірден жаңа мықтыларды жібереді. Сосын білдіртпей жасап жіберетін бір төрешілер болады ғой, керемет дедіңіз ғой бір подкастта. Сондай біреулер түсіп қалмай ма? Жоқ, ондай. Қазіргі мынау Қазақстан ұлттық құрама командасының деңгейі оларға қызық. Біріншіден, команда жаңадан келіп отыр. Жаңа есімдер, жаңа таланттар. Европа футбол клубтары қазір біздің бірнеше футболшымызға қызығып отыр. Ол өздерінің клубтарында ойнағаннан емес, осы ұлттық құрамада ойнағаннан қызығып отыр. Мысалға да Максим Самородов деген 21 жастағы бала. Ұлттық құрама сапында гол ұрып жүр. Жылдам. Әрине Польшаның, Нидерландының, Бельгияның клубтары қызығып отыр қазірдің өзінде. Мен ана Барса, Мадридтерді ойлап отырмын ғой. Ой, енді ол қатты кетпеңіз ары қарай. Ол деңгейге жайлап біртіндеп барамыз ғой. Бельгия, Голландия арқылы барасың ол жаққа. Сондай жағдай бар. Одан кейін екіншіден ұлттық құрама командамыздың ойындарының бір ерекшелігі бар. УЕФА-ға ұнайтын. Өйткені біз ерте бастаймыз. Уақыт белдеуі бойынша. Ол деген телекөрсетілімге әсер етеді. Ешкімге кедергі болмаймыз ғой біз. Сіз кешкі 8:45-те Дания мен Данияның алаңында жаңа Словенияның матчын көрейін деп спорт барлар жан-жақ, ол Европа кішкене басқаша ғой енді. Теледидарлар қосылып тұрады, адамдар сыра ішіп жатады, мереке болып жатады. Сол кезде олар 6-да стадионға келген кезде біздің Қазақстан Сан-Марино деген ойынымыз болып жатады. Өйткені біздің уақыт белдеуіміз басқа. Сол кезде бүкіл Европа 8:45-те стадионға барған кезде 6:45-те. Біздің матчымыз анау матч басталмай тұрып болып жатады. Бұл бір. Екіншіден, сырт алаңда ойнаған кезде де осындай артықшылықтарымыз бар. Қазақстанда түнгі сағат 1 болып жатады, ол кезде де көруге болады. Бұл қанша қосымша жарнама, қосымша аумақ, УЕФА ұлттық құраманың ойындарын жалпы болғанын қалайды. Одан кейін
Екінші мәселе біздің сенуге қиын екен. екіншіден УЕФА Қазақстан құрамасын қалайды. жоқ енді қарсы емес та, шықсын оларға жаңа командалардың Европа чемпионатына шыққаны керек қой. Өйткені біздің мысалға Данияны қараңыз, 5 миллион адам тұратын жер, бізде 20 миллионға жетіп қалған халықпыз. Ертең Европаға шықсақ Германияға көшіп кетеміз бе деп отыр ғой осы жерде. Қаншама оларға да билет алып қойғандар бар. Пайдалы нәрсе ғой енді. Енді қараңыз, одан кейін Қазақстанда жаңағы ұлттық құраманың не айтайын деп отырмын, ойын бөліп жүрдіңдер ғой. Жаңағы мынау Қазақстанда 2 азамат бар. Осы УЕФАның комитеттерінде төраға болған. Қазір сол комитетте жұмыс істейтін адам бар. Фейерплей бойынша жұмыс істейтін адам бар. Және екіншіден біздің Қазақстан футбол федерациясының президенті Әділет Назарбайұлы Бәрменқұлов та Инфантиномен кездесті. Өткенде президентпен кездесті, білесіздер, Қасым-Жомарт Кемелұлымен. Одан кейін Чеферин деген азамат бар. Ол да Қазақстанға қазір қолдау білдіріп, өткенде сұхбатында да айтты, бірге фотоға да түсті. Әділет Назарбайұлы Бәрменқұловпен бірлесіп жұмыс істегісі келетінін мәлімдеді. Қазір УЕФАмен қарым-қатынасымыз тфай-тфай жалпы жаман емес. Екіншіден, біздің Қазақстанда жұмыс істейтін футбол 2 функционері бар. Оның бірі Олжас Шәкенұлы Абраев деген кісі, ол УЕФАның ұлттық құрама командаларының департаментіне кіреді, делегат болып жұмыс істейді. Бізде вице-президент болып жұмыс істейді ол кісі. УЕФА арнайы шақырады. Ол кісі осы жақында УЕФА суперкубогі деген матч болды ғой Грекияда. Сонда делегат болды, бас делегат болды. Олжас Шәкенұлы Абраев. Қазақстанның азаматы сол матчта Сити ұтқан ойында сол жерде делегат болды. Басты адам сол болды. Екінші, тағы да Уәлихан Байтақов деген кісі бар. Осы Қазақстан футбол федерациясында жұмыс істейді. Оны да УЕФА қазір жұмысқа шақырып, түбегейлі Швейцарияға шақырып алып кеткісі келіп отыр. Қатты кетіп қалыппыз ғой? Қатты кетіп қойғанбыз. Одан кейін ол УЕФАда сол жақта жұмыс істейтін Дәулет деген баламыз бар. Соның УЕФАның ішінде кәдімгі кеңседе отырады. Дәулет деген. Одан кейін жаңағы Уәлихан деген жігіт, ол матч менеджер. Матчты ұйымдастыру керек. Мынаны бүйтесіңдер, мынаны сөйтесіңдер, мына жерде сағат 8-ден 45 кеткен кезде шығу керек, мынау ту былай кіреді, музыка қолай қосылып, соның барлығын айтатын матч менеджер деген адам болды. Сол кісіні шетелдік матчтарда қазір жұмыс істеп жатыр. Өзіңіз ойлаңызшы, УЕФА Румыния, Швейцария деген матчқа Бухарестке бір адам жіберу керек қой, бақылап отыратын. УЕФАның жарысы ғой. Сол кезде мына Қазақстанның азаматын жібереді. Ол барады да, сендер румындар бейтіңдер, швейцариялықтар бейтіңдер деп аналарға кеңес айтады. Риза болып қалды. Осындай адамдар бар, біртіндеп көтеріліп келе жатыр. Сондықтан УЕФАмен тығыз қарым-қатынасымыз бар. Бірақ бұл жерде мынау FIFA президенті өткенде қандай мәлімдеме айтып кеткенін көрдіңіз ғой. Бұл Қазақстан деген керемет екен. Астана ұнады, алып мемлекет футболы дамып келе жатыр. FIFA-ның кеңсесін Астанадан ашам дейді. Өйткені қандай мәселе? Мына жақ соғысып жатыр, мына жақ соғысып жатыр. FIFA әлем чемпионатына қарайды ғой, біз оған жете алмаймыз ғой енді. Жоқ, енді мынау Азия бар ғой мына жақта, олардың бәрі бүкіл әлем FIFA-ға қарайды ғой. Сол жаққа ұшып бару қиын болып кеткен ол кісілерге. Астанадан орталық ашса, жан-жаққа форум, конференция, конгресс жасаған кезде Астана оңай болады. Ол FIFA-ның адамдары Астанаға келіп жұмыс істей бастаған деген сөз, ол бізге қосымша пайдалы. Бірақ стадиондар мәселесі қазір проблема болып тұр. Осы жағын реттестіруге көмектесеміз, мемлекетпен бірлесіп жоба жасаймыз деп отыр. Біздің Қазақстанға қазір 20 мыңдық, 30 мыңдық стадиондар ауадай қажет болып тұр. 30 мыңдық біреу ғана ғой. Оның өзі жасанды. Енді біздің мынау оңтүстік аймақтарымызға Қызылорда, Ақтау, Атырау, мынау Шымкент, Тараз деген жерлерімізге 20 мың, 30 мыңдық стадиондар қатты қажет. 6 стадион керек болып тұр. Біздің бірақ чемпионаттарға бармайды ғой онша адам. Стадион әдемі болса, керемет инфрақұрылым болса, кім барғысы келмейді? Бәрі барады. Ол бармайды деген әңгіме жоқ. Сен қирайын деп тұрған Ордабасының Шымкенттің стадионында адам сыймай отыратын білесің бе? 18 мың, 19 мың адам кіреді. 25 мың адам болды өткенде. 18 мыңдық стадионға 25 мың адам кіріп кеткен. Стадион демекші осы Ақтөбенің жанкүйерлеріне қатысты әңгімелер бар, төбелесіп жүрді ғой, нашар практика ғой. Нашар практика. Ол енді футбол фанаттары деген бөлек, ол жанкүйер деп айтпайды олар. Әлем бар. Фанатты өздері бір кішігірім шағын топ, 10 адам мен одан төбелесіп сөйтіп қалатыны бар. Ол енді сондай бір жарнама жасап, ол дәріптейтін нәрсе емес. Одан кейін екінші мәселе, мына жақтың оңтүстіктің жанкүйерлері, мына жақ батыстың жанкүйері деп бөлінетінді де шығарды. Онымен де қазір біз күрес жүргізіп жатырмыз, агитация. Өйткені футбол үшін қазақтың алауыздығы
біткенін біз қаламаймыз, бәріміз бір болуымыз керек. Футболмен әлбетте, бірақ сол үшін бір-бірімізді ұрып соғатындай жағдайға жеткізбеуіміз керек. Түсінікті. Осы жағымен жұмыс істеп жатырмыз. Бүгінгі подкасттың әдемі түйіні болды ғой деймін. Біз бір болуымыз керек, бірге болуымыз керек енді. Бұйырса спортшыларға, футболшыларға да, күресетін азаматтарымызға да, хоккейшілерге де бәріне енді таза адал еңбек етсе, біз жанкүйер болуға дайынбыз. Уақыт тауып келгендеріңізге рахмет айтамын. Бұл сала, спорт деген сала, шын айтайын, бізге өте қызық. Сондықтан уақыт тауып алдағы уақыттарда да Нартай Аралбалы каналының студиясына келіп, дәл осындай өзекті мәселелерді талқылап отырайық деп мен сіздерге ұсыныс айтамын. Жақсы күндерде жолыққанша, құрметті көрермен, аман сау болыңыздар.